Менің бір күндік влогым әлі біткен жоқ. Соның арасында обедтерін бала-шағам беріп қойғаннан кейін тез косметологқа жазылып қойған болатын. Өзімізге де бет күтіміне кішкене көңіл бөлгелік қой деп, үстінде келіп бетімді тазартып, кішкене дақтар, жаңа қара точкалар көбейіп кеткен ғой. Ол Мадинамен де әңгіме айтып жатырмын, аузым жабылмай, қара точкаларымды барлығын тазалап, жировик дейма бірдеңке шығып кеткен ғой, майлы тамақты өкіртіп жейміз ғой. Содан ба сөйтіп күшті кеңестерін айтып, бетке қандай крем керек барлығын айтып, кеңесін алып алдым Мадинаның. Барсаңыздар болады, қыздар, өте скидка бағасымен істеп береді Мадина. Осындай маска қойды, одан алды да бетім жұмсарту үшін ғой бұл маска. Сосын бетім жұмсарғаннан кейін маска жағып қойды. Қараңыздар, өзі көпіріп, қарады, іштегі барлық шаң тозаңның барлығын тазартып шығады екен. Сөйттім де үйге зырылдап отырып келдім де тез кезем наным ашып кетті. Ойбай деп оны зуала етіп тапаға салып, ортасын осындай сәндеп вилкамен кесіп де енді кешкі ужинға бір палаума бірдеңке істей салайын дедім. Қарасам мына жақта екі зуала тағы да артық тұр екен. Біреуін бауырсақ істеп тастайын бала-шаға дедім де тез осылай жаңа етімді қуырдым. Одан кейін бауырсағым майы қызып тұр екен. Бауырсағымды да пісіріп алайын дедім. Қайнағам айтты, немене күні бойы деген салонға барам дедім, біресе косметологқа барам дедім, енді біздің қарнымызды тойдыр, қазір бауырсақ бірдеңке істеп бер деп қайнағам заказ ғой негізі. Сөйтіп қазір сізге деген осындай бауырсақ істеп берем, күштілеп тұрып палау бастырып берем дедім де тез өзінің қадағалауымен қайнағамның зырылдап отырып, ойбай деп намысқа берме деп Айгерім деп тез осылай бауырсағымды істеп алдым. Арасында қызымды да еркелетіп жатырмын, ойынан алып өзімше бір билей қояйын десем, билеп жүріп өйстіп күнімізді өткіземіз. Мінекей уже сағат деген 6 болып қалыпты. Бауырсағым да дайын болды. Тамағым енді кішкене деген піседі. Шаймен тамақты жеп аламыз. Күні бойы бір күндік влогымыз осылай өтеді. Сіздерде де осылай өте ма? Кешке дейін әлі қайдам балам ауырып жатыр, оның тамағын жаңағыдай шаямыз дегендей. Мына жерде қайнағам енді күтіп қалды ғой деп, неке заказыңыз бауырсағыңыз дайын деп бердім. Күшті болыпты деп маған рахметін айтып жатыр. Ал қыздар, өстіп әйел адам негізі барлығына үлгеру керек қой, сондықтан үлгеріп жүрейік.